Қараңыздар, жаңа мен айтып өттім, домбыра тесігі шығаратын болса, домбыра дұрыс емес дейтін болса, ол жатаған мүшелердің бірі болып есептелінеді. Сол себепті домбыраны ешкім жоққа шығара алмайды. Яғни қазақ халқының ұлттық аспабы. Түсіндіре алдым ба? Енді оны қазақ халқы үшін киелі зат. Неге? Жаман жағдайда да, жақсы жағдайда да адам баласының өмірін аман алып қалған домбыра. Мен оған бір мысал келтірейін. Біздің кезімізде Ақсақ Құлан деген мультфильм болатын тұғын. Көпшілігіңіз көргеніңіз болуыңыз да мүмкін. Ақсақ Құлан мультфильмі тарих беттерінде орын алған бір оқиға. Яғни жошы ханның, бізді хан билеген жошы хан деген хан болған, дұрыс па? Тарих беттерінде жошы ханның үлкен баласы еді. Кейбір деректерде жошы ханның жалғыз ұлы дейді. Сол ұлы аң аулауға жазық далаға шығып кетеді. Сол кезде аң аулауға шыққан кезде ақсақ құланды атам деп құлан атты теуіп, сол ханның баласы сол жерде мерт болады. Мерт болғаннан кейін не істейді? Жошы хан ұлының аң аулауға кеткенін біліп, соның ұлының кешіккенін сезіп, жаман хабар сезіп не істейді? Қарапайым халыққа жошы хан мынандай үндеу тастайды. Егер қандай да бір адам мен ұлыма қатысты болмаса маған бір жаман хабар жеткізетін болса, мен оны не істеймін деді, жазасын беремін дейді. Сол кезде халық әбігерге түседі да не істейді? Халықтың арасында дейді, бір деректерде жошы ханның жаңағы жыраушы дейді, Кетбұға деген жыраушы болған. Кетбұға деген жыраушы не істейді? Ханның алдына кіріп, осы рұқсат сұрап кіріп, ханның алдына келгеннен кейін жаңағы өзінің домбырасымен, жырымен терме тартып отырып, ханның баласы аң аулауға шыққандығы туралы, құлан теуіп, сол ханның баласы сол жерде мерт болғандығы туралы жаңағы жыраумен жеткізген кезде не істейді? Хан ашуланып, жаңағы Кетбұға деген жыраушыға тиісе алмай, домбыраға не істейді? Домбыраға қорғасын құйыңдар дейді. Яғни домбыра сондай киелі зат болу себебі адам баласын жаман жағдайдан да жақсы жағдайдан да аман алып қалған. Себебі ол кезде жаугершілік заман кезде ханға жаман жағдай жеткізу өте қиын. Түсіндіріп бердім ба? Сол себепті ол домбыра адам баласын жаман жағдайдан да жақсы жағдайдан да аман алып қалған киелі заттар, аспап болып есептелінеді. Қазақ халқының ұлттық құндылықтарының бірі болып есептелінеді.